Сүлеймен пайғамбардың әскерлері жайлы айтылған Құран аяттарында құмырсқалар мекені және олардың хабарлама жүйесі жайлы айқын баяндалған. Ән-Нәмл сүресінің 18 аятында Сүлейменнің әскері құмырсқалар алқабына келгенде, құмырсқаның басшысы: «О құмырсқалар, илеулеріңе кіріңдер, себебі Сүлеймен және оның әскері сендерді сезінбестен жаншып, таптап өтіп кетіп жүрмесін» дейді, деп айтылған. 20 ғасырдың соңғы ширегінде жасалған зерттеулерге сәйкес, құмырсқаларда да адамдар сияқты теңдессіз қоғамдық өмірді ұйымдастыру жүйесінің барын және сонымен қатар мұндай ұйымға қажетті болған жағдай ақпаратты тарату үшін кешенді желі, яғни хабарламалар жүйесінің болатынын энтомологтар анықтады. National Geographic журналында жарияланған бұл кішкентай жәндіктерге арналған мақалалардың бірінде келесі бақылаулар келтірілді. Әрбір құмырсқа үлкен немесе кішілігіне қарамастан, оның басында орналасқан күрделі қабылдау ағзаларының көмегімен миллиондаған, тіпті одан да көп әртүрлі химиялық және көрнекі сигналдарды қабылдайды. Құмырсқаның миында 500 000 жүйке жасушалары бар. Көздері қосылған, антенна мұрттары адамның мұрыны мен саусақ ұштары сияқты қызмет атқарады. Ауыз саңылауының астында орналасқан прожекторлар дәм сезу рецепторларының міндетін атқарады, ал түкшелері кез келген жанасуды сезінеді. Құмырсқалар өте сезімтал сезім мүшелерінің арқасында өзара әртүрлі хабарламалар түрлерін жасайды. Өмірдің әрбір сәті, олжаны табудан бастап, жолда бір-бірінің соңынан еруге дейін, илеу құру мен өзін және илеуді шабуылдан қорғау үшін құмырсқалар сезім мүшелерін пайдаланады. 2-3 миллиметрлік денеде орналасқан 500 000-ға жуық жүйке жасушаларының арқасында құмырсқалар да таңғажайып адами қиялдау, жетілген және күрделі хабарлама жүйесі бар. Осы жәндіктер арқылы берілетін хабарламалар бірнеше негізгі санаттарға бөлінеді. Дабыл сигналы, жаппай жиналу сигналы, азықтың орналасқан жері жайлы сигнал, илеуді тазалау жұмысына шақыру, топтасу сигналы, біліп тану сигналы, топтық мүшелікті анықтау. Осы сигналдар арқылы қатаң тәртіпті әлеуметтік жүйені құрған құмырсқалар үнемі бір-бірімен қарым-қатынаста болады. Бұған қоса, құмырсқалардағы ақпараттарды тарату жүйесі кейде тиімділігі жағынан тіпті адамдардың сөздік қатынасынан асып түседі. Они постоянно обмениваются информацией, и с помощью соответствующих технологий их можно услышать. Муравьев правда можно услышать? К счастью, я увешан приборами, и мы можем подключить к ним микрофон. Вот так. Доктор Гаджет, думаю, мы сможем что-нибудь услышать. Муравьи очень маленькие, звук должен быть слабый. Да, слабый звук на высокой частоте, но если засунуть микрофон сюда... Человеческому уху кажется, что муравьи молчат. Однако, если усилить звуки микрофоном, лист оживает. Нас интересует один особенный звук. Среди шума срезаемых листьев и муравьиных шагов слышится пронзительный писк. Это стрекотание. Звук, который муравьи производят, потирая отделы своих брюшек. Такое чириканье, да. И это стрекотание лишь часть целой группы звуков, издаваемых муравьями. Это чириканье — сигнал к сбору. Чем питательнее лист, тем сильнее стрекочет муравей, посылая во все стороны каскад трелей. Это привлекает других муравьев к самым вкусным частям растения, и муравьи всегда уносят лучшие листья первыми. Но стрекотание помогает не только при сборе пищи. Оно может помочь в смертельно опасной ситуации.
Копая подземные комнаты и туннели, муравьи, как и люди-шахтеры, подвергаются постоянному риску. Обвал потолка может похоронить их заживо. Чтобы выяснить реакцию муравьев, мы хотим имитировать эту катастрофу. Воспользуемся другим устройством. Это плоский микрофон. Он передает звуки с поверхности. Мы поместим муравья на поверхность этого микрофона и присыпем землей, имитируя обвал потолка. И прислушаемся. Клади муравья. Да, я поймаю муравья, ты присыпь его землей. Готово? Да. Вот так. Погребенные заживо. Мы услышим испуганный возглас. Муравей угодил в ловушку и зовет собратьев на помощь. Земля шуршит, но все равно слышно. Вот. Они производят этот звук, двигая брюшком взад-вперед, скребя им. Очень четкий, да. Очень четкий сигнал, требующий определенных действий. Сюда, откопайте меня. Сейчас мы слышим муравьиный крик тревоги. Муравей взывает о помощи к собратьям. Слой земли тонок, и настоящая опасность ему не грозит. Он прокапывается на поверхность, панические звуки прекращаются, и муравей вылезает. Это позволяет нам заглянуть в их мир. Потрясающе. Из-за малых размеров муравьев эти звуки не услышишь без хитрой техники. Но услышав их, начинаешь понимать сложность их мира. Муравьи издают звуки, оставляют феромоны, и их мир не так прост. Вот как действует муравьиная организация. Каждый индивид следует простым правилам с помощью таких средств общения, как феромоны и стрекотание. Если все муравьи соблюдают эти простые правила, колония может решить самые сложные проблемы. Это коллективный разум. Таким образом, муравьи по всему миру решают проблемы, ставящие в тупик даже людей. Құмырсқалар арасындағы байланыс химиялық реакциялар деңгейінде жүзеге асады. Құмырсқалар байланыс үшін қолданатын химиялық заттар жартылай химиялық, семиохимиялық деп аталатын феромендер. Феромен сұйықтығы ішкі секреция бездерімен бөлінеді, және құмырсқалар отарында маңызды рөл атқара отырып, басқа құмырсқалармен иіс ретінде қабылданады. Бір құмырсқа осы сұйықтықты бөлген кезде, басқа құмырсқалар иіс сезу мүшелері немесе дәм сезу рецепторлары арқылы хабарламаны алады және хабарламаға жауап қайтарады. Құмырсқалардың феромендеріне жасалған зерттеулер барлық сигналдар сол сәттегі отардағы қажеттіліктерге сәйкес бөлінетінін көрсетті. Одан бөлек, құмырсқалармен бөлінетін фероменнің қоюлығы, сондай-ақ олар тап болған төтенше жағдайға байланысты өзгеріп отырады. Әлбетте, құмырсқалармен шығарылатын сигналдарды жіберу үшін оларға химия және анатомия саласында ауқымды білім керек болады. Құран түсірілген кез, біздің заманымызға дейінгі 7 ғасырда адамдар құмырсқалардың хабарлама жіберу жүйесінің болғанын білді деп болжау қиын. Құмырсқалардың хабарлама жүйесі жайлы таңғажайып жаңалықтың ашылғанына дейін Құранда 14 ғасыр бұрын мұсылмандарға айрықша хабарлануы бізге Құранның тағы да бір мұғжизасын көрсетеді. Батыстың белгілі ғалымдарының бір тобы жиналып, қасиетті Құраннан қателік табуды ұйғарыпты. Нәтижесінде олар Нәміл сүресінің 18 аятына келіп тоқтайды. Онда былай деп жазылған: Сүлейменнің әскері құмырсқалар алқабына келгенде, құмырсқаның басшысы: «О құмырсқалар, илеулеріңе кіріңдер, себебі Сүлеймен және оның әскері сендерді сезінбестен сындырып өтіп кетіп жүрмесін» дейді. Ғалымдар осы аяттағы «яхдимәннәкум» сөзінің қолданылуы қателік деп шешіпті. Яғни,
тура мағынасы сындыру дегенді білдіреді. Олардың дәлелі бойынша құмырсқа еттен тұратын жәндік, яғни ол сынбайды, керісінше мыжылады. Бұл аяттағы сындыру сөзінің орнына мыжылу сөзі қолданылу қажет дейді. Арада 2 жыл өтпей, австралиялық биолог ғалымдар құмырсқаның денесін экзоскелетон деген жұқа шыны секілді қорғаныш қабаты қоршап тұратынын дәлелдеп шығады. Яғни, құмырсқаны байқаусызда басып кетсе, ол мыжылмайды, сынады. Міне, осылайша 14 ғасыр бұрын түскен Құдайы кітаптың ғылымнан жоғары тұратыны, ғылымнан хабар бергені тағы да айқындалды.